Аруақ қазақтың ұлы дүниетанымы. Аруақ түсінігі басқа діндерде жоқ. Бар дейтін діндер де, діндар да өтірікші. Аруақ Тәңір дінінің ерекшелігі. Бауырым, басқа діндер, бөгде діндер мен сенімдер аруақ жоқ дейді. Қайтеміз айтсын, оған бола аруақ жоқ болып кетпейді. Аруақ өмірде бар жоғалмайды. Құдай олақ емес, шебер. Аруақ Тәңір дінінің түсінігі. Қазақтың ұлттық түсінігі аруақ бар. Тәңір діні ілімінде аруақ қиял ғажайып абстракциялық зат емес, осы жарық дүниенің негізін қалаушы өмірде бар нақты зат, ол клетка. Аруақ адам, состоящий из одной клетки. Аруақ живой Бог, властелин, хозяин, собственник, владелец вечной жизни, вечной информации, закономерность, сознание, владеющий процессом. Бүкіл әлем клеткадан тұрады. Клеткадан тұрмайды деп ешкім айта алмайды. Себебі барлық әлем клеткадан туып, клетканы жеп, клетканы асыраумен келеді. Олай емес дейтіндер айтсын. Тек қана клетка қатты затқа айнала алады. Айналаңа қара, кешегі іші жүп-жұмсақ динозаврдың жұмыртқасының бүгінгі күні қап-қатты тасқа айналғанын көресің. Ойлана білетін адамға сабақ. Аруақ дегенде қозып кетпейтін қазақ жоқ. Қазақтың намысына тегін келсе, аруағына тиіс. Көресің не болғанын. Қазақтың қанын қайнатқан келсе, ата-бабаларының сүйегі жатқан қорғанға тиіс. Өліммен таныса алмай жүрсең, танысасың. Оп-оңай таныстырады. Аруақ жоқ деген санасыз сөзді қазақ түсінбейді. Құдай аруаққа сана беріп, дем салып, от жүгіртіп, ғұмыр сыйлап, өмірді жасаудың барлық заңдылығын беріп, тірі әлемнің иесі жасаған. Тәңір дінінің түсінігі бойынша, мына шыр айналып тұрған тіршілікте адамның өмірі де шыр айналуы керек. Өмірді өліммен аяқтайтын Құдай олақ. Өмірді өмірге жалғап, өмірді шыр айналдырған Құдай шебер. Сондықтан Тәңір діні ілімінде өмірдің өлшемі тудым, яғни тудым, өмір сүрдім, қайттым. Қайтқан барады, барған келеді, келген қайтадан туады. Бұл қазақтың Тәңір діні ілімінің ең негізгі дәлелі. Мәңгілік өмір аруаққа берілген. Аруақ сен. Мәңгілік өмір аруаққа берілген. Өзін мыңдаған санға жәркемдеп адам жасайды. Аруақ ақ болғандықтан оның құрылысы дерлік құдірет. Аруақ бір ғана ақтан тұратын мәңгіліктің иесі. Адам топырлаған, ақтан жаралған, адам ұзақ өмір сүру үшін аруақ сандаған заңдылықтардың басын біріктіріп, дене заңдылығын бір өлшемге келтірген. Аруақтың ұрпағынан қайта туып, басқа денеге ие болу мүмкіндігі бар. Аруақ қайта туу үшін өзін-өзі өз ұрпағына ұрық ретінде салып жібереді. Өмір мен өлімнің мақсаты айналым. Ұрпақ тоғыз, ұрпағың сені қайта тоғызады. Өмірге кел, өмірден оз, ғұмырға бар, ғұмырдан оз, өмір болады. Ол үшін шежіре жүйесін жаса, қасиетті қазақ жүйесі заңға айналсын. Өмір өлмейді, аруақ өлмейді, өлім сәт. Қазақ даласында орын тепкен барлық дін, әсіресе қазақ болмысына ендей кірмек болып отырған ислам, аруақ жоқ, оны ойдан шығарғансыңдар деп отыр.
Біз ешбір аруақ жоқ деп айтпа демейміз. Айтсын, әр дін өзіне тиесілі түсінікті ғана айтады. Ислам діні үшін аруақ жоқ. Солай ақ болсын. Бірақ тәңірлік дүниетанымның дәлелі ақиқатталып, өз орнын тауып, аруақтың барлығын дәлелдегенде, ер екі сөйлемеді деген қағиданы ұстанып, ислам өз сөзінен таймай айтқанында қалып, аруақ жоқ деді ме? Аруақ жоқ десін. Аруақ бар. Қазақ осы сөзде тұрады. Бұл оның ақиқатпен көмкерілген шешімі. Дәлел, ғалымдар өлген жануарлардың клеткасын алып, клондап жатыр. Дәлел, Американың ғарыш агенттігі НАСА өмірден озған адамдардың духын суретке түсіріп, әлемнің кейбір ғалымдары даусын жазып жатыр. Дәлел, біздің ұжымда аруақтарды суретке түсіріп жүрміз. Оқырман, сенің де цифровой фотоаппаратпен түсірген суретіңде аруақтар кейде суретке түсіп қалып жүр. Білмегеніңе кінәлі емессің. Енді білетін боласың. Құдай қуат берсе, аруақтың өлмейтінін дәлелдеген үстіне дәлелдей бермекпіз. Өмір өлмейді, аруақ өлмейді. Оны жаратқан тәңірлік Құдай шебер. Қазақ, аруақ жайлы ұлы дүние танымыңды неге таптайсың? Көрінгенге таптатасың. Таптатпа. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 310-312 беттер.